Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге осындай әдемі, өте дәмді және тез дайындалатын сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Қажетті заттарды алдын ала өлшеп дайындап аламыз. Ең алдымен ыдысқа ұн салып, үстінен бөлме температурасында тұрған сары майды салып, жақсылап крошка дайындаймыз. Крошкамыздың үстінен қамыр қопсытқыш, тұз және қантымызды салып, тағы бір рет араластырып жібереміз. Құрғақ массаға жұмыртқа сарысы және қаймақты қосып, өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырды 10 минутқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Ол аралықта салмасын дайындаймыз. Сүзбемізге қант, жұмыртқа және крахмал қосып, жақсылап блендермен езіп аламыз. Қамырды тоңазытқыштан шығарып, жақсылап жайып алатын боламыз. 3-4 см қалыңдықта жаямыз және 16 диаметрлік формаға әдемілеп салып, шетіндегі артық қамырларын алып тастайтын боламыз. Ішіне салманы салып, бетін әрлейтін боламыз. Артылған қамырдан өз қалауыңыз бойынша бетін әрлесеңіздер болады. Мен осы видеодағыдай ұзын жолақшалардан пайдаланып, бетін әрлеп шықтым. Бұл аралықта пешімізді 180-200 градусқа қыздырып қоямыз. Дайын болған бәлішіміздің бетін жұмыртқа сарысымен жағып шығатын боламыз. 200 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің бәлішіміз дайын болды. Өте үгілмелі, нәзік, ауызға салсаң еріп кететіндей бәліш болды. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.